Саяхатқа жиналуда ең қиыны арзан билет табу деп ойлайсыз ба? Қателесесіз. Ең қиыны чемодан жинау. Жылы киім, жуынатын заттар, электрондық құрылғылар, аяқ киімдер, құжаттар, заттар көп, ал чемодан біреу. Не істейміз? Келесі кеңестерге құлақ түреміз. Бірінші ереже: 99 киім алудың қажеті жоқ. Алайда қайда барсаңыз да ең болмағанда бір жылы киімді алып кеткеніңіз жөн. Жуынатын заттар көп орын алады. Әсіресе сіз мен сияқты тазалықты жақсы көрсеңіз, сондықтан толық көлемді нәрселеріңізді кішірек ыдысқа құйып алыңыз. Ең ауыр нәрселерді чемоданның дөңгелегі бар жағына орналастырыңыз. Сол кезде тасымалдағанда жүк массасы дұрыс таралады. Ал тез сынатын нәзік нәрселерді чемоданның ортасына, киімдердің арасына орналастырыңыз. Ал телефон нөміріңіз, аты жөніңіз және электрондық поштаңыз жазылған бирканы қайта мықтылап жабыстырып алыңыз. Бұл қадам жүгіңіз жоғалып кеткен жағдайда оны тауып алуды тездетеді. Алайда бұл сақтық шараларына қарамастан, ең бағалы және керекті заттарыңызды қол жүгіне салып жүріңіз. Қол жүктегі сұйық нәрселердің мөлшері 100 мл-ден аспау керектігін естен шығармаңыз. Стоп! Ең керек нәрселердің тізімінде өткір, тез өртенетін немесе арнайы сыртқы қабаты жоқ нәрселер болса, оларды әуе кемесіне алып кіруге қатаң тыйым салынады. Құжаттардың жоғалуы ең жиі кездесетін жайт. Сол себепті барлық қажетті құжаттарыңыздың көшірмесін жасап, оларды міндетті түрде бөлек ұстаңыз. Эйр Астана жолаушылары өзімен бірге ұшаққа үй жануарларын да ала алады. Ол үшін жануардың арнайы құжаттары және арнайы тасымалдайтын контейнер болу керек. Айтпақшы, арзан билет демекші. Билетті неғұрлым ерте алсаңыз, соғұрлым арзан. Ал номад картасымен алсаңыз, ол әрі соғұрлым тиімдірек. Біз Леомен саяхатқа шығуға дайынбыз. Ал сіздер ше? Сапарыңыз сәтті болсын.